дәл қазір сенің қолыңда бар нәрсе, сенің айналаңдағы бар нәрсе, ол сенің өзіңнің ойыңмен, миыңмен, ақылыңмен тартып алған нәрселерің. Ал анда сенің армандап жүрген, қалап жүрген нәрсең сенің өмірде неге жоқ, неге ол келмей жатыр, неге арманың орындалмай жатыр деген нәрсеге біз тереңіректеу ойлануымыз керек. Неге ол нәрсе болмай жатыр, ол нәрсе неге келмей жатыр. Ал дәл қазіргі қолымыздағы нәрсе, дәл қазіргі қолымыздағы бар нәрсе, мейлі ол жаңағы материальный, мейлі рухани, мейлі эмоциональный болсын, ол бар нәрсе, ол уже осы уақытқа дейін біз уже соны ойлап, соны миымызбен тартып алған нәрсе. Енді дәл қазіргі состояниеға көңіліміз төлмей, неге соны біз тартаймыз, соны біз ойлануымыз керек. Неге мен соны нәрсені тартпаймын? Мен как творец мына дүниенің бәрін мен тартып алдым, сила притяжениемен. Ал мен дәл қазір қалап тұрған нәрсемен неге қол жеткізбей тұрмын? Не кедергі болып тұр? Көрдің ба? Не кедергі болып тұр деп ойлау керек. Ал бұл сұрақтың жауабын біз сила притяжения деген кітаптан аламыз. Сила притяжения деген Эстер Абрахам, учение Абрахам, Эстер Джерри Хикс деген, содан біз жауапты сол кітаптан аламыз. Ол жерде жаңағы сила притяжения, сен өз ойыңмен, өз қалауыңмен қалай нәрселерді тартып аласың. Искусство притяжения деген бар, ойлау жүйесі бар, ол жаңағы соны оқу, ол жерде егжей-тегжейлі жазылған. Біз қалай тартамыз өмірімізге, қалай рұқсат етеміз, біз вселенныйға қалай жаңағы немізді, запросымызды қалай жібереміз, ол запрос вселенныйда қалай орындалады, қалай біздің өмірімізге келеді, біз өмірімізге оны дайын болған кезде, рұқсат берген кезде келеді мысалы. Соның бәрін егжей-тегжейлі жазылған. Сондықтан сила притяжения деген кітапты алып оқу керек.